Апамның астауы. Оралхан Бөкей. Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке-шешеміз қиыр жайлап шет қонып мал соңында жүретін де, айында жылында ғана болмаса, бет жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де, бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй, әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған, тоқал ағаш тамның маңайы қысы жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден тас лақтырым жерде арқарап ағып жатар ағыны қатты бұқтырма, жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен баланың жер көкті шарқ ұрып шарласа, таба алмас қызыққа толы мекен еді. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүлкектеп құлындай еріп жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын тіпті кім екенін білмей алаңсыз, шуақты күндерге марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдында арық ашаң кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерінімен егін күйік шалып, тыртықтанған әдемі ажар, кимешегінен дудырал шығын қарап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шаш қана менің көз алдымда. Қан даурының қайрап, басының қаны тасыған еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арам қанын ағызып тұрған, немесе тері илеп көн тігіп отырған, жөн түтіп арқан ескен жіп иіріп алаша тоқып оюлап сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ елі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам. Қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қара нардай қасқая көтерер апам. Жасшыға бәріміз апам есіп берген жіпті алып, тоғайға отынға аттанатынбыз. Бір арқа отын көтеріп ең алды апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатыр едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасап қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғыммен оңғаны әке-шешеміздің мойнында ақ-ауыз шұрқыраған қаз, тауық, 2 сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды кеп тигізбейтін едік. Шынында айтсам, тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді, оның іні қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасалған келісі мен ескі астау еді. Осы келі мен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркінінен ала келген аса қымбат заттар болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде әсіресе қазіргідей қараша туа темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкелеген қоңыр үйде отырып апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ-соғы жоқ, инабатты, жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң, қулық сұмдықты білмейтін, не болса тірі пенденің бетіне, әй, сен сондайсың деп қарамаған. Немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық, ораза намазы бұзылмаған, тазада тәкәппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдадық ба, бізді қойып бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлаймын, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қол өнер институтын немесе фабрикасын ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Иә, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды ұл әйелдер болғаны қандай жақсы.
Бірақ біздер 20 ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соң ғана айы өтіп, сан соға өкінер едік. Өзгені қойып мақтансып жүрген мана менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәрін киіз басып, үй тігуді, арқан есуді, тері илеп, өңдеп, киім тігуді, алаша тоқып, өрнектеп сырмақ тігудің, саба сүйретпе, торсық істеудің бүкіл қыр-сырын тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне қолымызды безгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне бұзау өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған асан қайғыда ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Лұқпан Хәкім де өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Хан көтеріп пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп өлтіріп алдық. Егер ол ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой. Ал біз тірі кезінде-ақ өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ, қара жер қойнын алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астауды да қаңсып қалды не, қаңсып итаяқ болды қалды не, апам ала кеткен жоқ. Иә, сонымен қараша туа от маздатып, қарағайдың шайырын жалмаң шайнап, екі бүйірі жон арқасы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт түкіріп, шыжылдатып отырған тамам баланың ортасында қарқарадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ жығатын. Қаймақ тие будай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай, алқа қотандай жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауарда ғана айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық, тәрбие деген ұғымның асқаралы таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік? Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік иістен жағымды не бар екен жалғанда? Бұл жалғанда картопты тіліп жіберіп, қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бер ау. Бұл жалғанда қас-қарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тұрайып жатып әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма, қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі Асабай болған текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманының аса көрікті қызы, әрі 10 саусағы өнер апам босаға көрген бірер жылында Маңғаз инабатты пысық келін атанды. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта жер ошақтағы отты үрлей берем деген апамның шылауышына шала тиіп лап етіп жанады. Тыртыстыра тар киген екі жақтауы зерленген кимешек шылауыш шешелмей бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған. 6 ай емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарым жан болды деп кезептенбей, тату-тәтті өмір сүріпті. Алайда бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі Әбдікерім болыстың биі атанған жақ жоқ шешен жігіт біздің атамыз достың қатыны өліп, қыз таңдап, бұлаңдап, қырғыдырып, жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты, салт басты, сабау қамшылы жігітке тиеміз деп бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде-біреуін менсінбеген. Сол менсінбеген қалпы ауылдағы қыздың аузы сасық деген дейін Алтайдан асып арғы беттегі Керейден жар таңдайды.
Күйеуі өліп, бет-аузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп, бірақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр, қырмызыдай құлпырған, бізді көзіне ілмеп еді. Керейден алған қызы ай мен күндей сұлу шығар, көрелік, деп алдынан шықса ерні салпиған, тыртық біреу екен. Тамам, қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: «Ей, Қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, еліңнің қыздары мынау ма деп сендерге ернін шығарып отыр», деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала-көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып тауысайын дегенмен бір-екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым қара жер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері, ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал Жүніс келді. Тауға көшкенде аяғы құрттап жүре алмай қалған қарабас қойды қозысымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып, суарып, қопсытып, түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанымен қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқамына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанда қара құрым бұлт торлап, әп сәтте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарамен күні кеше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басымды ұрғылағанда, тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ар өткен, бер өткен жүргішінің пикет жайы болу, үйіне түнетіп жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде, әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды да шығысқа қарай Қарақұрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында ерігіңкіреп дамбалшаң бәйбішесі Мәшәтайды түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутындап қуанып қалды. Зерігеді білем, 70-ке жақындап қалса да дені сау, қапшағай шапшаң саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. «Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен», деді апама. «Судан шыққан су тышқан секілдісің ғой, төрлет». Сақалы тұштыңдап өзі төмен ысырыла берді. «Мені қойшы, сен екеуміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балам тоңып кетті», деді апам менің басыма жапқан желеткестің суын сығып. «Ұлыңды мен-ақ киізге орап тастайын, шешесінің құрсағында жатқандай рақаттанып босансын», деп Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып бірге тұста керіскедей жиналып тұрған жүктен аппақ киізді суырып алды. «Кел балам, орап тастайын, шеш үстіңдегі комшаңды». Мені тыр жалаңаш шешіндіріп, киізге тұмшалап бөлеп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп маужырап, көзім бақырайып жаттымда бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қажыбай бізге ат арбасын бермеді. Тақыс шал тоғайда жиып қойған отыным бар еді, соған асығып барам деген соң апам шыңдап ренжіді білдім. Кішкентай қозыны маған көтертті де, өзі тобан аяқ болып баса алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бір-ақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап жас балаша арқалап алды да, «Кеттік ұлым», деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап бүлкек-бүлкек еріп келемін. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет демалып жетіп-ақ келдік. Сонда менің көз алдымда қалғаны
Апамның көк жайсаң шалғынды қақ жарып менің алдымда батар күнді бетке алып қасқая тарғып бара жатқаны, қасқая тартып бара жатып арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп тоғай ішіндегі қарасуға барып дәрет алғаны, содан соң батар күнге бет беріп намаз оқығаны, намаз оқып көк шалғынға бір жығылып бір тұрып қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып, мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде екі сиырды бұзауы еміп тұр екен. Ал ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық маса буып толып алған. Әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да, тіпті ұйқысын бұзып оятқан да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің жаз өтіп қылышын сүйретіп қыс келді. Орман, тоғай, тау, тас әппақ. Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте, белін қынап тігіп берген қарағайдың қабағына бояған қызыл тонымды, тері қолғабымды, елтірі тұмағымды табандаған ақ пимамды киіп, қол шанамды сүйреп ойнауға шықтым. Сонда Әңгештайдың өзім секілді бар баласы маған қызыға да қызғана да қарайтынын сезетінмін. Жағымсып менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды шүйіремін. Кеше әкем келіп кеткен, астында биік таудай ақбоз аты бар. Жеңеше, деді апама. Ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал ту сиыр жетелеп келіп, қыстай осыны жеп шығасыңдар деп еді. Енді сол сиырды сойып мүшелеп бермек. Жүніс келеді деген күні апам су жылытып, пышағын, сиырды жығатын арқанды даярлап көп тосты. Келмеді. Шыдамы әбден таусылған соң, жүр ұлым, өзіміз-ақ сойып алармыз, деп қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығына шалып мүйізінен діңгекке тас қылып байлады. Қыл арқанмен сиырдың аяғын іліп алды да діңгекке бір рет орап бар күшімен тартып қалғанда еңге жерде қоңыр сиыры гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанда сусыта тартып тұяғын серпуге келтермей буып тастағаны. Сиыр шоршып болмаған соң жүгіріп барып құймышағына жабысып едім, сонандай жерге ыршытып лақтырып жіберді. Жолыма мертіктіреді, деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес шапшаң қимылмен сиырдың төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып сиырдың тамағын керіп тастады да, жез мойын мүйіз сап пышақты маған ұстатты. Шошып кеттім. Қорықпа ұлым, деді апам. Әйел адам мал бауыздамайды. Сен азаматсың, қане мықтап ұста. Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкене жұдырығымның сыртынан өзі қарулы, тарамыстанған саусақтары мен қапсыра ұстады да, бұлқынуға дәрмені келмей, теңкиіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып жіберді. Қып-қызыл қан атқыладай. Енді бұлай тұр, бір жеріңе қан тиеді, деді де мүйіз сап пышақты жалаңдатып қоңыр сиырдың быт-шытын шығарды. Әп-сәтте терісін сыпырып бұзып мүшеледі. Тұздап салмаға жайып тастап астына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ қуырып әлекпін. Содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамған қан жынды тазалап шайға отырғанда, сабақтан жүгіріп әпкелерім фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы буы бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды да, аманында ауылына қайтты. Апам менің, үлкен әпкем Шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де басқаға емес, жуықта әскерден оралып ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал Қашыбайдың көп ұлының бірі бақырақ көз төртбақ Әутәліп алып қашып кетіпті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызынан айырылып қалғанынан намыстанып, қатты ашуланғанымен артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен.
Әрине, жасау дегенде сырма алаша, көрпе жастық секілді үй жиһазының ол пұлы ол кезде тек қана қолдан тоқылып тігілетіні белгілі. Апам шолпанның мұқым тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де шанаға тиеп маған аттың делбесін ұстатып құдаларға аттанды. Шырмауық салып балмен ашытқан сары сыраға қызара бөртіп алған құдамыз Қашыбай шал атбайлары мықты тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жылы жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, ат арбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қутыңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім өз қолыма ақша тигені сол еді. Ашқырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып жүгіртіп жібердім де үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзгелді. Сол күні түнде мен апамнан мүлде бөлініп шығып, қойнына жатпай шалбарымды жамбасыма басып жеке ұйықтадым. Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған әпкеңді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер десе, азарда безер қарсы болар едім. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергенде едім. Апам ләм деген жоқ. Қойныма жат деп айтпайды да, 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады да. Сол күннен бастап қулық сауып ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақшам апам екеуміздің арамызда аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып сақтаған қағаз ақша сара тап болып тозуға айналғанда жоғалтып алғаным. Әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілдік, не деген пендешілік десеңізші. Апам менің ер жеттік, білім алып, қызмет атақ қудық. Ауылдан ұзап апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісхан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп әкемдердің аузынан апамның тіпті де менің әжем емес, шалы дос марқұм болғаннан кейін біздің үйімізде бірге тұрғанын, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім. Ал дос пенен менің әкемнің әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым алыс екенінде көзім жеткенімен, иланбай жүрегім бәрібір баяғы кезді апамның жылы қойны аяла алақанын аңсаймын. Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып желпіп отыр екен. Маған айтады да екен деймін. Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңінде мазам болмай көңілсіз ояндым да әйеліме, демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр, сен таза матадан көйлек сатып әкел деп едім. Неге екенін білмеймін, үйге келген соң да баяғыдай аяғымның басын қайқайтып жатып алмай, тағат таппай апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен. Менің екі бетімнен кезек-кезек сүйіп, апаңды ұмытайын дедің ау құлыным, мұрныңнан сығып алған бала едің, деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудан отын алып ұлы Жеңісхан келді. Апаң бұрынғыдай емес, қартайды, екі тізем бастырмайды, әйтпесе сарайым сау, тісім бүтін. Менің есімде апамның 5 уақыт дәрет алып намаз оқыған сайын тісін тұзбен ысатыны, тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін не бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым деп қабақ шытпағаны түсті. Рас, шын айтам, апамның тісі әлі де маржандай екен. Рас, шын айтамын, апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге болмаса бақсы балгерге қара алмай сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді, әрі ұзақ оқыды. Батасын қандай мағыналы мақамды, мен апамды дәл бүгін бөлекше танып, көп қадір қасиетін қайта сезгендей болдым. Ымырт үйіле үйден шықтық. Жеңісхан айтты, Шербекті әлі күнге дейін апам қайрайды. Мен егесем отын кескенде не секіріп жүрмейді, не өтпейді. Көзі әлі де киіз басты, қызық әйтеуір. Тыныш отырмайды, ертеңді күн барау демей бұзаудың мойын жібін есіп ноқта істеді.
Қолы босай қалса ауырып қалатын секілді. Жеңгең иек сүйеп жаман үйреніп кете ме деп қорқамын. Қанжығаға байлап жүреміз бе? Жаман айтпай жақсы жоқ. Бір күні қисайып қалса. Апам мықты ғой, дедім мен жамандыққа қимай. Апам 100 жасайды. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Жеңіс ханның үлкен қызы жылап жүгіріп келді. Апам ауырып жатыр. Біз алғашында сеніңкіремедік. Тек шешем ғана, жеңешемнен айырылып қалмайық, кісі шақыртатындай қатты ауырған емес еді, деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Апам өзінің ағаш төсегінде кеудесі сырылдап, құр-құр етіп, теріс қарап бүк түсіп жатыр екен. Көзін алайта ашады да қайта жұмады. Тіл аузы байланған келгендерді танымады, білем. Әкем екеуміз басын көтеріп сусын ішкізіп едік, езуінен қайта ақты. Балалар ұлар шу, бәріміз жылап жүрміз. Жеңеше, деді шешем, тармыстанған арық қолынан ұстап. 50 жыл бірге өмір сүріп келдік. Жамандығым, ағат кеткен жерім болса, кеш жеңеше, кеш. Ораза намазы бұзылмаған асылым, деп көзіне жас алып қолынан сүйді. Әлгіден бері кісі танымай кеудесі сырылдап, іргеге қарап жатқан апам күшпен аунап шалқалады да иегін қақты. Сонан соң әрең кештім, деді де көзін қайта жұмды. Дәрігер шақыртайық деп едік, басын шайқады. Содан соң өзі ымдап дәрет алмаққа ниет қылған соң біз шыға тұрдық. Біз қайта кіргенде апам төсекті жерге салдырып шалқасынан жатқан екен. Кірме деген үлкендер сөзін тыңдамай, жанына тізеліп отыра кеттім де құдіретті саусақтарын ұстадым. Суып барады екен, суып. Апам көбірлеп, илайлолла деп иман айтты. Апам өз иманын өзі оқыды. Апам өз жаназасын өзі шығарып жатқанын сездім. Ендігі сәтте шешем, апаңнан айырылдық деп бісміллә деген күйі әлемдегі ең ұлы аналардың бірі апамның бетін жапты. Үйдің іші ұларшу, қам-қуыт. Апам менің, өлдің, ауырмай, сырқамай, бір тісің шетінемей, Алла, белім демей 89 жасында өз иманыңды өзің айтып өлдің. Апамды арулап сырмаққа орап, зузаға салып көтере жөнелгендей үйдің бұрыш-бұрышында апам-ау апам деп зар еңіреп немерелері қалды. Маған зузаның ең бір маңдай басы тиіп еді. Ағаш сырғауылы иығыма батып жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдады ма, әлде әдістеніп келе ме? Арттағы азаматтар бекер ұстатқаны болмаса, көп күш жұмсамай бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген рас екен. Шүйкедей ғана кемпірді сойталдай 10 жігіт мықшыңдап әрең көтеріп келе жаттық. Апамды үйінен, қара орманынан, ел жұртты шулатып ала қашқан, шеру жаңадан қазылған жас қабірдің басына келіп тоқтап, сүйек салынған зузаны жерге түсірген соң біздерге бір сомнан ақша таратты. Менің де ұйып қалған алақаныма жұмарланған бір теңгелікті ұстата салғанда жүрегім дір ете түсті де көзімнен жас ыршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарында ақшамды алып қояды деп апамның қойнына жатпай бөлек кеткенім түсіп еді. Енді міне мойныма қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған 1 сомды өзіме қайтарып тұрғандай сезіндім. Өз-өзімді тоқтата алмай жыладым. Қара жер томпайғанша жыладым. Ертеңінде ескі қораның бұрышында төңкерулі жатқан апамның астауын алып Алматыға қайттым. Апам менің, сенен не қалды? Жарық астау ма? Иә, адам өмірі де сол жарық астау секілді қаңсап қалады екен ау.